Assalamualaikum көрермендер. Бүгін мен сіздерге үйдің ішкі бөлмесіне, яғни еденге қалай стяжка құю керек, соны көрсететін боламын. Осы бөлмемізге стяжка құятын боламыз. Ең алдыменен лазердің көмегімен осылай белгі қойып аламыз. Ең төменгі көрсеткішіне қойып, лазерді бөлменің ортасына қоямыз. Төрт бұрышына осылай атып аламыз, белгі қойып. Мынау еденнің ең биік жері. Осылай түсіргенде 7,5 сантиметр болды. Метрмен бөлшеп. Одан кейін жаңа белгілеген жеріміздің тұсынан осылай препаратордың көмегіменен төрт бұрышын тесіп аламыз. Бөлменің ішіндегі ескі бетонның үстінен құятын боламыз стяжканы. Сол үшін төрт бұрышын осындай бұрғының көмегіменен тесіп аламыз. Одан кейін жаңағы тескен жерімізге осындай ағаштың жаңқасын сол жерге қағатын боламыз. Қағып, соның үстінен шегені қағып шығамыз. Сол кезде оңай болады шегенің бетонға қағылуы да. Неге құрметті көрермендер, жаңағы шегемізді осылай төрт бұрышына қағып аламыз, белгілеген жердің жаңа тұсынан. Құрметті көрермендер, тағы да пайдалы видео шығаратын болам. Соны өткізіп алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Мінеки осылай қылып, төрт бұрышта қаққан шегемізге осылай жіпті қатты тартып қағып шықтық. Осылай қылып. Мінеки бағанағы белгілеген, лазермен атып белгілеген жерімізден 7,5 сантиметрдей төмен түсіреміз. Түсірген жерімізден осылай белгі қойып сызып аламыз. Сызған жерімізден тұсына дейін мына шегемізді қағып түсіреміз. Тартқан жібіміз сонымен сызған сызғымызбен бірдей уровеньде болу керек.
Мінекей ең биік бұрыштарында осылай белгілеген жерден, лазермен атып белгілеген жерден төменге 7,5 сантиметрде түсіріп, соның уровенімен шегемізді төменге түсіреміз. Мінекей құрметті көрермендер, шегесін қағып алдық, бұрыштарына жіптерін уровеньге қойып алдық. Енді мына осылай бөлменің ішіне растворымызды дайындап аламыз. Осылай қылып. Мінекей осылай екі жерге дайындап алдық. Осыған су құйып қоямыз. Біраз су сіңгенше осылай тұру керек. Микростормыз дайын болды. Мына осылай қылып араластырып сұйылтып аламыз растворды. Мінекей араластырып дайындап алған растворымызды осылай бөлменің ең төменгі жерінен құйып бастадық. Осылай правиланың көмегімен жаңа жіптің тұсына дейін жайып шығамыз. Жіптің деңгейімен бірдей қылып. Мінекей осылай қылып стяжкамыздың бетін правиланың көмегімен осылай бір тегіс қылып тартып шығатын боламыз. Мінекей құрметті көрермендер, бөлменің ішінен осылай қылып еденге стяжкамызды құйып шықтық. Егер де видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.